Бәріне сәлем. Бүгін менің заказдарым келді. Pinduodo'dan. Алимханға осындай күздік ботинка бергем. Мынандай. Размер тура келді. Осындай жұп-жұқа ғана жаңбырда кигенге. Алидаға мынандай бердім. Бұл да күздік етік. Осындай кішкене жүні бар. Асты жұп-жұмсақ. Bir размер үлкен болып қалды, енді пока кие береді. Білінбейді бұлай үлкен екен. Мынандай Алимханға мынандай кофта, толстовка қалың, майканың сыртынан ғана кие береді. Осындай жасыл свет. Мынандай флисовый. Әдемі. Ұнады. Весін қазір осы видеоның төбесіне жазып кетемін. Арзанға шықты. Бәріне сәлем. Бүгін 27 қазан продукты барып алып келдік. Алған продуктілерге обзор. Айран, кетчуп, чай, лапша китайская, тұз, қант, тыквенный семечка, сүт, фунчозаға, чернослива, колбаса, сосиски, мынандай қаймақ алдық, мынандай курага, сардың кашасы мына түрінен алдық. Мына жерде 6, мына жерде 7 дәнді. Бандуэльден кукуруза, манная каша, халва. Мынау не ғой? Крабовый палочки мына екеуін қосып тағы қиярмен салат жасағанға. Мынау лимонный кислота, творог, ірімшік. Мынандай кәмпит аламыз деп, мына плюс эвкалипт. Кішкене ғана алдық, жемей ма? Сыр, май, осылар. Одан кейін қазір тағы мына жерде мынандай нанның 2 түрінен алдық, сода алдық. И мына жерде 3 килограмм, 5 килограмм 2 ұн. Мына жерде мынау ең арзан осы екен, оказывается. Альпештікі 103 түк. Қанша теңге? 1 теңге ғой. 100 ба, 200 ба. Қалғандары қымбат болып тұр жода. 103 түктен үшеу алдым. Мынау терезе сүрткенге микрофибра салфетка, ішінде 1-3 түк. Мынау перчатка, мынандай батарейка алдық. Жылғы алып жүрген әлі тряпка, шуған ғайбет қырғышымен бірге. Шашқа краска алдым, шашымды бояу керек, ағарып кетті. Шоколадтан алдым, балаларға тіс жуатын паста. Клубникамен екен. Осы, енді қазір көкөністерді көрсетем. Мына жерде тағы да мынандай не алдым. Паутинка алдым, мынандай рожки алдым. И мына жерде шөптер, салат жапырағы, укроп и кинза. Петрушкаға қарағанда маған кинза ұнайды, ұнайды қатты. Мына жерде груша, көтуған алдым, кішкен қатпылаума, қосылча, кішіректерін алдым пісірғанға. Одан кейін картошка, мынандай по-мультарски, пияз, сәбіздер жақсы кетті. Бияжы екен. Дәу емес, орташаларын алып, бір дәуін алып, тоже Павлодардікі, редка, ламанға қосқанға, капуста, торт жасағанға, және салатқа аламын, өзім алма, банан алдым. Болды осылар, одан кейін белизна, туалет жуғанға, ванны жуғанға, кометаномны алмайым, пищевой содамен айдай берем ғой мен. Сол. Одан кейін балалардың 2 кукурузасы, тәттібектен 2 алды, ішінен 10 шығатын. Барлығы осы. Продуктының чегі. Осындай бағана ол жерде көрсетпей кеткен видеода жоқ. Аптечка алдық машинаға. 860 теңге. Одан кейін мына жерде аварийный знак. Мына жерде 410 теңге деп тұр. Осы ғана видеода көрсетілмеді. Сонымен барлығы 35.957 теңге шықты. Қалай ойлайсыздар, арзан ба, қымбат ба? Осындай контейнер заказ бергем Каспийден. 3000 теңге ма? Сондай 3000 теңге қалды. 3100 ба сондай. Кішкене кішірегі бар екен, кішкене үлкендеуі. Пластигі нормальный. Олығы дәрім намына салып қойғанға.
Ошто барлық дәрінің бәрі шашылып жан жақта. Шкафта тұрады, жарты сумканың ішінде. Мынандай бар, қалың. Мына жақта таблетканың мынау астына нелер сап қойса болады. Сироп, шөп дәрілерді. Осындай. Қазір салып, сосын көрсетем. Қалай болған. Енді бүкіл дәрілер сияды деген ойдамын. Ұнады өзіме. Мінекі дәрілерді салып жатырмын. Көп, короче. Мына жерде қандарын салу керек. Сияма, білмеймін, сиіп қалар. Үштіп пакет болып жататын еді. Мына жерде мынандай бірдеңелер бар. Бәрін салам енді қазір. Мына жағына да маз бірдеңелерді салам. Барлық дәрі осы. Яғни күнде ішетін витамин. Менің 1-2 таблеткаларым оны сыртқа шығарып қоям. Бөлік тұра берсін. Бірақ шөп дәрілерді салмаймын, мына жерге сыймайды өткенде. Шөптер сол коробкасында, банкада тұра береді, ол шкафта, кухняның. Мыналарды осыған саламын қазір деп. Сосын көрсетем сіздерге. Мінеки енді болды. Мына жерде айшорттан витаминдерді алып ішпегенбіз. Соның бәрін ішіп бітіру керек еді. Омега, одан кейін не? Мына жерде тұрғандар мынау омега, одан кейін магний, кальций деген дәу бутылкалар. Солар көп нетіп тұрған. Міне осындай, осындай. Мына жер бардак болып тұр, все равно. Мына жерден мына екеуін тастау керек, мына аз қалған емес. Омега, кальций и не ғой, магний. Үшеуін бітіріп тастасақ, мына полисорб керек. Қалғандар осындай ұсақ дәрілер. Қазір мына томатты, мына ассортидің ірісі ғой, ішінде шоколадтар тұратын. Соған салып, морозилкаға қатырып қоям. Үлкен банка алған сайын көгеріп кетеді. Сол үшін көп қолдану үшін осыған салам. Кешегі жасаған томаттарым қатыпты, қазір аламын да келесіден салып қоям. Мына жерде менде қызылша ауынды төркіден өткізіп салып қоям қатып. Боршанымды бітіп отырмас үшін. Сәбізді де орамаға бірақ блендерден төркісі бар, содан өткізіп қатырып қоям. Сосын керек кезде қолдана берем, бөліп. Қазір борщ жасап жатырмын, соған істеп жатырмын. Нелерім қазір бүйтіп алып пакетке салып қоям. Сол морозилкада тұра береді. Керек кезде бірнесін ғана қолданам. Бір қасықтан ғой сонда. Бүгін осындай не алдым, стелки. Ұлтарақ угольный дейді. Екеу алдым, Каспийден заказ бергем. 600-700 ба, 800 ба сондай тұрады. Міне мынандай екен. Балалардың аяқ киімінің ішіндегі ұлтарақтары ауыстырайын деп. Мынау терлете ма бірдеңе. Қытайдікі болғаннан кейін. Сол үшін ауыстырам. Екеуінікінде кесіп, мына размер бойынша кесетіндері бар. Бірақ енді өзінің ішіндегі ұлтарағын алып, мынаған қойып, кесіп, ауыстырып қоямын.